Мен сіздерге астарлы жеңді қалай тігуін көрсетемін. Бұл жеңді тігу үшін үстіп ашып қойып, ең бірінші біз қолының жеңнің ауыз жағын бірінші тігіп аламыз. Тігіп алып мен мынандай лента клей жабыстырып қойдым. Бұны қайтарып үтіктегенде өте әдемі тұрады. Бұрынғы кезде біз бұл жерге дублерин жабыстыратынбыз 4 сантиметрдей. Қазір оның қажеті мүлде жоқ. Өйткені мынау бізді өте жұмысымызды жеңілдету үшін осылай істеп аласыздар. Енді қазір бұны міне мен бер қарай бүйтіп бүктеп алдым, бүйтіп бүктедім да осылай тігіп шығамыз. Міне тігіп шықтым. Қазір сіздерге көрсетемін қалай тұрғанын. Міне мен жеңді былай аударып алдым. Аударылған кезі. Енді біз бұны дайындаймыз. Мына жерді ашып, міне осы жерден бастап 2 рет строчка жүргіземіз. Бұл сборка істеуге. Астарына да тура солай сборка жүргізіп, дайындап, үтіктеп қоямыз. Бүйтіп бірінші қолын осылай дайындап аламыз. Сіздерге ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басып саңыз, мен сіздерге жиі көрініп тұрамын. Келесі түсірілімде капюшонның қалай тігуін көрсетемін. Осы қазіргі бұл тігіп атқанымыз біздіңкі пальто. Инстаграмға да тіркелуді ұмытпаңыздар. Достарыңызға, таныстарыңызға да тарқата жүріңіздер. Киім тігуге қызығатын жандар болса, үйде отырып ақ, осылай жайлап, сатылап, менің YouTube каналымды көріп, тігіп үйренуге болады. Бұл Айзада шебер курсына қазіргі таңда қабылдау жүріп жатыр. Біздің бір айлық курсымыз 35 000 теңге бөліп төлеуге болады. Онлайн сабағымыз да бар. Онлайн сабағымызда өте формуласыз, конспектісіз, оңай түрінде жаңа тәсіл, жаңа методикаманы сіздерге көрсетіп қойғам. Қазіргі кезде барлық нәрсе өзгеріп жатыр. Баяғы А точка, Б точка формула деген мүлде қалып бара жатыр. Өйткені біз алға қарай ұмтылып жатырмыз. Оңай, жеңіл, әрі тез, ұқыпты, сәнді болып тігілу үшін. Келесі видеода кездескенше. Жеңнің оң жағын қарағанда, мына теріс жағын қарағанда, мына осылай аударып сіздерге теңестіріп көру үшін көрсетіп отырмын. Мына жағын сол артықтау 1,5-2 сантиметр артықтау астарын кіргізіп тігесіздер, чтобы мына жаққа астар көрініп кетпеу үшін.